бүгін 1 шілде ұлттық мұрамызды ұлықтайтын домбыра күні. Домбыра ұлттық болмысымызбен, тарихи тамырымызбен біте қайнасып жатқан қастерлі құндылығымыз. Ұлттық домбыра күнінің белгіленуі қазақ халқын ерекше қуантып отыр. Домбыра күнінің мерекеге айналуы көнеден жеткен асыл қазынамызға, ұлттық мұрамызға берілген лайықты баға деп білеміз. Мереке қарсаңында қара домбыраның қасиетін күй өнерімен бүгін Жаңарқа өңіріне танымал күйшілеріміз бар. Қасиетті қара домбыраны қастерлеп, дәстүрлі әндерімізді дәріптеп, жастарға насихаттап жүрген қаншама. Бүгін біздің кітапханамызда ерекше қонақ, күй өнерінің шебері, атақты домбырашы Иманұров Айтжан Шалабайұлы. Домбыра күніне орай ұлттық домбыра атты арнайы сұхбат ұйымдастырып отырмыз. Қош келдіңіз аға. Қош көрдік. Енді мен сізге бірнеше сұрақтар қойсам, домбыра жайлы, домбырамен алғаш қашан таныстыңыз, бұл өнерге деген қызығушылығыңыз қалай оянды? Енді бұл қасиетті қазақтың қара домбырасы біздің бала кезімізде анамыз түкеннен домбыра салып қойған екен. Балам тартады, балам тартпаса үйге келіп қонақтар тартады деп, сол бір әр қазақтың үйінде бір қара домбыра іліп тұратын. Сол күндердің күнінде үйге шәкірт түсіп, атақты әнші Жәнібек Кәрменов қонақ болыпты. Еміз біле болды, ол кісінің жаңағы көкшолақта айтқаны домбырадар. Содан қонақтар кеткен соң, анам түс көріп, Жәнібек Кәрменов үйге жаңағы шәпкесін, тарағын, айнасын қалдырып кетті. Сол күннен ертеңді жаңағы үйде тұрған қара жаман домбыра ғой, түкеннен домбырасы. Соны жаңағы стройын келтіріп кеткен, сол строймен соғын ертеңнен бастап домбырадан ұрлатып, сол күннен бастап тартып кетіппін домбыраны. Тамаша. Домбыра енді маған сол кісіден бірінші бір алла, содан сол Жәнібек Кәрменовтен қуанған деп айтады анам. Содан осы уақытқа дейін сол домбыраны тартып келеміз. Репертуарыңызда қандай күйлер бар? Енді репертуарымыз алғашқы ең бірінші үйде пластинкалар болатын, жаңағы Төлеген Момбековтың күйлерін тарттым, Сөгірдің күйлерін, Тәттімбеттің күйлерін, Сайдалы Сартоқанның күйлерін тарттым. Кейінгі мына осы күйші ағамыз Мұхамеджан ағамның күйлерін тарттым. Сол 1988 жылдан бастап осы мәдениетке жұмысқа тұрдым 21 жасында. Бүгінгі күнге дейін осы жұмыс істеп жатырмын. 88 жыл тұрдым, 89 жылы Назғауыр фольклорлық этнографиялық ансамблі құрылды. Сол бірінші составынан осы күнге дейін келе жатыр жайымыз бар. Жақсы. Қазақтың күй өнерінің жастарға берер тәрбиелік мәні туралы не айтар едіңіз? Әрине, бұл қазір дәстүрден қашықтап бара жатқан заман, қазір қай әнді айтсаңыз, тыңдасаңыз да жүректен шықпаған, өзбектің музыкасына, түріктің музыкасына бәрі еліктеп, шыны керек жойылып алынды қазақ дәстүрі. Қазір енді жастар енді домбыра тартатын бар, аз, өте аз. Қазір көп дайын эстрадалық музыкаға қарай құмар, солай кеткен, білмеймін қалай болады. Енді заманның ағымы солай болып тұрма. Күй орындау кезінде қандай сезімде боласыз? Әр күйдің өз ерекшелігі бола ма? Әрине, күй деген ол адамның ішкі күйі ғой. Ішкі күйін баяғы күйшілер осы домбырамен жеткізген, домбыраның шебер тілімен жеткізген халыққа, елге. Ол Керпұғадан бастап, жаңа баласының қайтыс болғанын жеткізген, содан басталады ғой негізі. Солай енді, домбыраны тартқанда енді әрине іштегі көңіл күйді шығару ғой. Іштегі адамның мысалы көңіл күйі қалай тұрса, домбыра тартуы да солай болады. Адамның көңіл күйіне байланысты, күйдегі сол. Жақсы көңіл күйде тұрса, жақсы тартады, нашар көңіл күйде тұрса, басқаша тартады. Сол ішкі көңіл күйі адамның. Домбыра үйренгісі келетін жастарға қандай кеңес берер едіңіз? Енді бұл домбыра деген, өнер деген үйреніп те келеді, көбінесе жаңағы Алланың нығметімен келеді ғой, қонақ дейді ғой адамға, солай келеді. Енді бұлай талаптанып үйренсе де қонақ адамға, талапқа байланысты.
негізі үйренгені дұрыс әрине. Халықтың дәстүрлі аспабымыз жалғасын табу керек. Әрине. Бүгінгі домбыра күніне арналған іс-шарамызға қандай күй тартып берерсіз? Енді мен репертуарымның ішіндегі бір осы Қыздарбектің Салқын күз деген бір күйін тартып берейін. Жақсы. Тамаша. Аға, сіздің терең де мағыналы сұхбатыңыз үшін үлкен рахмет. Шығармашылық табыс тілеймін, деніңізге саулық тілеймін. Қазақтың қасиетті домбырасы жасай берсін, күй өнері өркендей берсін. Тыңдағандарыңызға рахмет.